Бұл жарысқа асыға мен секілдім, жүрегімен сезініп сөзін тартқан. Қайырлы күн құрметті дебатчы қауым, армысыз аудитория, қайырлы күн құрметті қарсылас тарап және төрешілер. Бүгінгі бізге берілген қарар ауыл балаларына, қала балаларына қарағанда жағдай демеушіліктер жағдайы жасалған деп айтылады ғой. Ауылдар мен қала балаларының арасындағы айырмашылықтарға тоқталып мысалы факт ретінде келтірейік. Ауыл балалары өзіміз білетіндей денесі шынар, қоғамдық ортада, яғни өзінің денсаулығына қарағанда өте тиімді, шынар, жалпы барлық мүмкіншіліктерді пайдаланған болып келеді. Және де екіншіден қоғамдық ортада белсенді болады. Ашық, жарқын, мейірімділік. Соның ішінде қазіргі таңдағы әлем ахуалы, экология мәселесін басты назарға қоямыз. Өйткені ауыл балалары өзіміз білетіндей, ауыл жерде өскен, барлық экологиялық мәселелердің барлық қоғамдық мәселені көтере білген, жан-жағына қарап, тауды, табиғатты, оған деген жанашырлық сезімді кіші кезден сіңіріп өсіреді. Бұның барлығы болашақта оның экологияға деген мәселелерді толық түрде қарастыра алуы деп білемін. Ал екінші жағынан білім мәселесі. Өзіміз білетіндей, ауыл балалары дәстүрді, салт сананы жаңаға қарастыратын болсақ, әртүрлі кішкентай кезінен ертегілерді, дастандарды сіңіріп өскен баланың қаншалықты қоғамда өзінің фантазиясы, орта жердегі әртүрлі шешімдерден, яғни түйткіл жоқ шешім деп қабылдағандарын оңай арада шешу мақсатында өздерінің жалпы бейімділігін үлкен мәселелерінде қарастыруға болады. Осы мақсатта біз байқайтынымыз адам өзінің қоғамдық ортаға жақын, мейірімді, білімді, яғни білімнің барлығын мейлінше пайдалануға тырысқан баланы өзіміз білетіндей, біз орталықта денсаулығына үлкен зиян келмейтінін байқаймыз. Яғни қалалық жерде өзіміз білетіндей тығыз қарым-қатынас болады. Сол кезде адамдар бір-бірімен ара-қатынасы өте әлсіз болады. Оған мысал ретінде біз қала балаларының үлкен бір кемшілік тұстары ол қоғаммен байланыстың жоқтығы. Яғни балалар тек қана бір бөлмеге шектелген форматта ғана ойлайды. Болмаса жаңағы көптеген мүмкіншіліктер алдында тұрғандықтан оларда ынта болмайды. Ал ауыл балаларында бұлар кішкене зәру болғандықтан оларда ынта болады, жігер болады. Сол арқылы өзінің бейімділіктерін басады. Енді осы аралықта өзімнің аргументтерімді ұсынатын болсам, бірінші аргумент қиыншылыққа шыныққан бала мықты болып өседі. Ал екіншіден мақсатқа жету үшін мотивациясы, күш-жігері мықты болады. Ал үшіншісі ол бізде жасанды. Жалпы бізде денсаулығының мықтылығы. Міне, осы аралықта біз тағы бір қарастыратынымыз денсаулық мәселесі. Қазір жатар ахуалды мәселе. Қалалық жерде өзім білетіндей сөзімді аяқтауға 15 секунд. Осындай аргументтерді келтіре отыра өзімнің сөзімді тағы да ашық жеткізу үшін, ойымды анықтау үшін сөз кезегін өзімнің спикеріне беремін. Рахмет назарларыңызға. Жалпы бірінші осы қарарға өзімнің ойымды айта кетсем. Жалпы ауыл баласының қала баласының айырмашылығы неде деген сұрақ ойымызға келген сәттен бастап бізге мынандай жауап келеді. Біріншіден, ауыл баласы қала баласына қарағанда табиғи ортада өседі. Яғни ауыл баласы табиғатпен етене жақын өседі. Таза ауа, табиғи тамақ, кеңістік. Ал қала балаларына бұл мүмкіншілігі шектеулі болады мұндай жағдайлар үшін. Және табиғи құбылыстарды жақсы түсінеді. Оның ішінде өзіміз білеміз, ауыл шаруашылығының ішінде егін егу бар, мал шаруашылығы және ауа райы мағыналары болса, осының бәрі балаға ауылда өскен етене жасынан бастап берілетін басты мінездеме болып есептелінеді. Және ауыл баласы қала баласына қарағанда еңбекке ерте араласады. Себебі ауыл баласы кішкентайдан ата-анасына көмектесіп еңбекке ерте араласады. Оның ішінде үй шаруасы, мал шаруашылығына қарау, бақша күту сияқты жұмыстар арқылы жауапкершілікпен тәртіпке үйренеді. Міне, осы жағдайлардың өзінен-ақ біз ауыл баласының қала баласынан артықшылықтарын атап айта аламыз, иә? Енді жаңа өзімнің сөзімде менің премьер-министр Балауса ханым маған өзінің аргументтерін ашуды ұсынды. Енді рұқсат етсеңіздер сол аргументтерін ашып берсем. Бірінші аргументі қиындықпен шыныққан бала мықты болады. Шынында, ауыл баласы бала кезінен еңбекке араласады. Жаңа айтып өткенімдей, ауыл баласы етене жасынан бастап мал шаруашылығына болсын, үй шаруашылығына болсын айналысады. Ал қала баласы мұндай жағдайлардан бейхабар. Бұл жерде біз айта алатын дүние табысқа жету үшін төзімділік пен еңбек қажет. Бұл ауыл баласының бойына тән қасиет деп білеміз. Екінші аргументті мақсатқа жету үшін мотивация күштірек деп атап өтті. Ауыл баласының мүмкіндіктері аз екенін біледі, сондықтан екі есе көп тырысады. Көп ауылдан шыққан жастар қалада оқып, кейін табысты кәсіпкер, саясаткер, ғалым болып жүр. Ондайды көзіміз көріп, құлағымыз естіп жүргені де өтірік емес. Одан кейін үшінші аргументі
ауыл баласының қала баласына қарағанда жасанды әсерлері аз, шынайылығы көп деп айтты. Ауылда әлеуметтік қысым аз, кәдімгі ортада өскен бала өзіне сенімді болады. Қалада керісінше тренд, қысым, өздері айтып өткендей әлеуметтік желі, бәсеке әрі басымырақ болып келеді. Ауылда бала нақты өмірлік құндылықпен өседі. Енді қалған өзінің уақытында мен рыбатый жасап кетейін осы тұрғыда. Ең бірінші қарсылас тараптың лидері яғни бірінші сөзден қате жіберді. Дебатта еш уақытта тақырып емес, қарар деп айтылады. Сіз өйткені берілген қарарды ашу үшін осы дебат ойынын ойнайсыз ғой. Сол себепті тақырып емес, қарар. Бұл тақырып деген сөз сіздің сөз саптауыңызда бірнеше рет кездесті. Екіншіден, концепция бөлімінде алғашқы 1 минутта еш уақытта дебаты қойылмайды. Және ол лидер тарапынан, спикер тарапынан болса, бұл кешірімді жағдай болып келеді. Сіз шыға салып, жаңағы позицияңызды нақтылаңызды бірден алғашқы 1 минутта дебаты қойып кетіңіз, бұл өте қатерлі болып келеді. Одан кейін әлеуметтік желі ауылдарда аз деп айттыңыз. Нақты сізде мұндай статистика жоқ қой, сіз бұны қандай статистикалық факторға сүйеніп айттыңыз. Мысалы, біз өзіміз келіп отырған Балқаш ауданының 97% интернетпен қамтамасыз етілген. Ал мұндай аудандар өте көп. Сіз яғни бұл жерде менің пікірімше дезинформацияның елу пайызға сіңіп кеттіңіз. Екіншіден, сіз өзіңіз байқамай тұрып позицияңыздан алып қалдыңыз. Қараңыз, сіз былай деп айттыңыз. Балауса өзінің сөзінде ауыл баласында мотивация жетіспеушіліктен тұрады деп айттыңыз. Соған мысал келтірдіңіз. Егер де жаңбыр жауып тұрса, маған дүкенге бару керек болса дедіңіз ғой, дүкенге бару керек болса, мен жаңағы жаңбырдан қорғанып көшесін киіп шығамын деп айттыңыз. Міне, бұл сізге мотивация, ол жетіспеушіліктен туып отыр. Яғни сіз бұл жерде өзіңіз арнамай айтып, позицияңыздан алып кеттіңіз. Мотивация әрқашан да жетіспеушіліктен туады. Яғни бұл жерде сіз мысалмен біріншіден тақырыптан алып тұрдыңыз, екіншіден өз позицияңызға нақтылай түрде қарсы қойып кеттіңіз. Өзіңіз айттыңыз ғой, Балауса ханым өзі айтты деп, сіз мысалмен соған қарсы отырдыңыз. Бұл біріншіден біздің позицияға ауысу және өз сөзіңізге қарсы тұру деп білеміз. Рахмет. Тақырыппен танысып өтейік. Бұл бағытта ауыл балаларының қала балаларына қарағанда өмірдегі табысқа жетуге көбірек мүмкіндікке толыққанды түрде келісеміз. Және оған негізделген өзіміздің аргументтерімізді осы қарарда менің спикерімде және мен де толыққанды атап өттік. Яғни біз аргументті қуаттай нақтырақ ұстадық. Және де бізді төреші неліктен жеңімпаз ретінде санайды. Бірінші кезекте біз тақырыпты ашу барысында дефиниция қойдық, тақырыптың нақты мазмұнына тоқталдық, оның қазіргі таңдағы артықшылықтарын, оның қазіргі таңдағы балалардың жағдайын толыққанды түсіндіре алдық. Өзіңіз білетіндей, болашақ ол жастардікі. Жастардың ең бірінші кезекте қарайтынымыз оның моральдық құндылықтарының толыққанды түрде өтелуі. Міне, осы кезде біз осы арқылы өзіміздің позициямызды ашық түрде бейнелеп тұрмыз. Одан кейін жалпы бізде тағы бір үлкен бір тұстары ол кемшіліктері. Жалпы біз қарсылас топта, яғни оппозиция тобынан мынандай бір кемшіліктерді көрдік. Бірінші кезекте тақырыптың нақтыланбаған, яғни ой нақты емес, ой жинақы емес. Одан бөлек өзге тілді сөздерді қазақ тіліндегі лигаға қосу, яғни дебат түріне қосу ең үлкен қатер. Міне, осы кезде біз өзіміз білеміз, өзімізді толыққанды түрде жеңімпаз ретінде дәлелдеуге болады. Өйткені біз таза қазақ лигасында қазақ тілді сөздерді қолданып отырмыз. Міне, ол бір емес, екі жерде қайталанды. Екіншіден, нақты факторға негізделмеген ұсыныстар өте көп болды. Яғни ауытқулар, одан бөлек тағы да біздің қарарға өтіп кетуі, яғни жалпы интернет желісінде деген тапшылықты толыққанды сипаттай алмауы нақты факторға негізделмеді. Міне, бұл да біздің жеңісімізге лайықты деп есептеймін. Одан кейін бізде екінші жалпы бізде таныстырылымның жоқ болуы. Бұның өзі жалпы төреші көріп отқандай біздің жеңісімізге апарар бір жол деп білемін. Өйткені екі лидер мен спикер шыққан кезде өздерінің толыққанды түрде таныстырған жоқ. Яғни негіздік жоқ. Оның өзі мысалы ортаға деген дебаттың ең үлкен қайшылықтары деп білемін. Одан кейін бізде енді өзіміздің бір ерекшеліктерге тоқталайықшы. Неге біз өзімізді тағы да жеңімпаз деп санаймыз? Бірінші кезекте аргументтерді басынан аяғына дейін қуатпай ұстадық. Барлық аргументке, барлық тұрғыдан ауқымды түрде жауап бере алдық. Ол анық. Оны бәріміз куәгер болып отырмыз. Яғни барлық аргумент ұсынған кезде оған міндетті түрде, толыққанды түрде жауап бере алдық. Және оны қоғамдық ортаға және ортамызға ұсынып тастай алдық. Бұл бізде тақырыпты толыққанды ашқанымызға негізделіп тұр. Ал енді екінші
Одан кейін бізде тағы бір ерекшелігі, біздің жалпы жеңісіміздің тағы бір ерекшелігі, ауылдың жалпы қаншалықты адам өмірінде біздің тарихымызға, мемлекетімізге, жерімізге қаншалықты маңызды екенін толыққанды тоқталды. Міне осындай дүниелерді көрсете отырып, негізі айта берсек көп, бұларды көрсете отырып, сөзімізде жеңіс бар деп салуға болады. Енді негізінен тағы бір кемшілікке тоқталайық, ол да артық етпес. Ол екіншіден бізде спикер өзі жеке басына аргумент ұсынып отыр. Бұл дебаттың тағы бір үлкен қайшылығы деп білемін. Өйткені лидер міндетті түрде өзі аргументті ортаға тастайды, ал спикер оны ары қарай жалғастырып аргументті туға болып саналады. Міне осы кезде үлкен дебаттың кемшілік тұстарын байқап отырмыз. Мына жерде сөзімді қорытындылай келе, ауыл алтын бесігі, яғни ауылдың діңгегі ол мемлекеттің діңгегі деп білемін. Осындай мысалдар мен осындай көзқарастарды келтіре отырып, біз өзімізді 100% жеңімпаз ретінде санаймыз. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.